Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әдеттегідей бұл лайкты ән жобасы, оның жүргізушісі мен Серік Ибрагимов және де бізді үнемі сүйемелдейтін Like Band. Және бүгінгі қонақта өзі әзілге өте жақын, өте талантты. Қарсы алыңыздар. Қанай! Қош келдің, Қанай. Рахмет шақырғаныңызға. Лайктан жобасына қош келдің. Екеуміз күшті иньян болып отыр бүгін. Бірінші сұрақтан бастайын. Сен бургер жегенді ұнатасың ба, бургерді? Да, өте күшті жақсы көремін бургер. Қандай бургер жегенді ұнатасың? Салам, бро. Салам, бро. Ойбай, Салам, бро демекші, біздің басты спонсорымыз Салам, бро ұжымы. Вау! Бургерлер отаны сол жерде. Тәп-тәтті. Серік, ола ма? Реклама? Ода. Кетті ма? Нормальды. Отты. Реклама зор кетті. Ары қарай кеттік. Жалпы не жаңалық өміріңде? Не жағдайлар болып отыр? Творчествоңда не жаңалық болып отыр? Біріншіден мен үйлендім. Құтты болсын. Рахмет. Жүзің құтты болсын. Тойыңа барамадың? Жалпы шынымен де көрермендер осы лайктан жобасының осы санның астына именно Қанаймен болған жерге тілектер жазып кетіңіздер, күшті тілектер. Рахмет, душашка. Бақытты бол. Екінші, соның ішіне кіріп кететін тағы да бір жаңалығым, альбомға кірісіп жатырмын, Құда қаласа деп. Сосын үшінші тағы кіріп кететін жаңа Серік Ибрагимов дейтін жаңадан шыққан бір әнші болып бауырым бар. Сонымен Бабай дейтін ән жазғам. Қайда демекші? Оған план бар әлі? План бар ма? План бар. Мен миымда тұрған план бар. Құдай қаласа оны қайта жарыққа шығарамыз. Күшті еңбек жасадық. Қандай біздің бағдарламаны көрдің ғой, қандай ән алып келдің? Мен бұл бағдарламаға алып келген бағымды ашқан ән ол қыз. Және де Мыңмен дейтін әнді алып келдім. Ол қыз және де Мыңмен. Бірінші ол қыздан бастаймыз. Ол қыздан бастаймыз. Авторлары? Авторлары Ғизат Қалесов. Мен. Ән жазған? Ән жазған өзім негізі ән жазған, бірақ аранжировщик Ғизат Қалесов қой. Мыңменнің де сөзі өзіндікі. Жақсы, әдемі. Сөз өте күшті, мағыналы. Онда қымбатты көрермендер, қабыл алыңыздар. Қанай. Та девочка. Тыңдамайды. Қандай? Та девочка дейсің ба? Ол қыз ғой? Ендеше қабыл алыңыздар, қымбатты көрермендер. Қанай, ол қыз әні. Қанайлар Кетілақты ол тыңдамайды, бейдің үстіне бейсірайды, неге ол қыз, ол қыз. Кетілақты ол тыңдамайды, бейдің үстіне бейсірайды, неге ол қыз, ол қыз. Кетілақты ол тыңдамайды, неге бейдің үстіне бейсірайды, неге ол қыз, ол қыз. Әкесі білсе оның құлағынан бұрайды, шешесі біліп қалып қамшымен сабылайды. Кетемін үйден сендер түсінбейсіңдер менім, деп өзінікін қуып шайып олай қайлайды. Деген сөзі іші алып қу енді сол баланы неге бейдің үстіне бейсұрайды, не ол қыз, ол қыз. Кетілақты ол тыңдамайды, бейдің үстіне бейсұрайды, неге ол қыз, ол қыз. Жылайтын күні көріп бір жылайды, мазасы кету оның түнімен оқтамайды. Өтерік жігіттері телефон шалған кезде анашым шығармайды деп өтерік талайды. Кетілақты ол тыңдамайды, кетілақты ол тыңдамайды, кетілақты ол тыңдамайды,
тыңдамайды Кетті тыңдамай лақ кеткен серікпен ғана ешкімді тыңдамай Қанай! Күшті лақтық негізі бар ғой. Сіздер де лақ отырсыздар ма? Бізбен бірге. Әдемі. Рахмет, күшті. Қалай, дуэтпен ұнады ма? Өте күшті екен. Сізбен айтқанда, бэндпен әсіресе айтқан өте күшті. Күшті ма? Кәдімгідей айта бергің келе ма? Энергия кәдімгі айта бергің келеді екен. Байқадым мен, сенің түріңнен де қылықтарынан да кәдімгі күшті арқан қозып, тағы да сол ол қыздың жанына тағы да бір ән шығарғым келіп тұр. Соңғы. Бір несін айтайыншы, просто мен оларды оригинал өзіңнің менюсін айтып қалғасын ба, бэндпен бірінші айтып тұрмын, бірінші рет айтып тұрмын, сол үшін рахаттанып отырмын, кәдімгі рахат екен. Енді бізге жиі келіп тұр. Байқатқандерің көп болсын. Енді мынандай сұрақ бар. Бәрі көп айтыла беретін сұрақ деп ойлайтын шығар, бірақ қояйын. Бала Қанай мен қазіргі Қанай қалай? Кешірге кешір. Мектепте Қанай қандай болды десең, болдырмайды ғой, иә? Үйдегі Қанай қандай? Үйдегі қандай? Базардағы Қанай қандай деген. Жоқ, шынымен өмірің өзің айтып жатсың ғой, өзгерді деп. Үйлендің. Үйленгеннен кейін өмірің қалай? Қай жағына қарай өзгерді? Қалай екен үйленген? Енді бұндай сұрақ қоймайтын едім, бірақ енді сен осы ғана үйленіп, бұл жаңалық болып жатыр. Үйленбес бұрын оның алдында кішкене лағып, прикол ұстап сөйтіп жүрдік қой. Үйленгеннен кішкене ұялады екенсің, андай. Осы ма ұялғаның? Ұялып, мынау кішкене чуть-чуть бір 10% болса да әжер серьезно болып үйреніп жатырмық. Сосын екінші ответственность, дополнительная ответственность қосылады екен. Оңға солға кетуді сұқтартады екенсің, үйге асығып тұрасың. Оның бәрінің айтатын әңгімесі ғой. Бір сөзім айтқанда, Құдай қаласа үбірлі болсаң, одан сайын асығатын боласың. Сіздің дәрежеңге жетіп алу керек болып. Берсі, оңынан болсын. Осым жақсыға қарай өзгерді. Үйлену керек. Баршаңыз үйленіңіздер. Бақытты болыңыздар. Енді мына ой салатын әндер болады, көңіл күй көтеретін әндер болады. Жалпы өзіңнің әндеріңнің миссиясы қандай? Менің әндерімнің миссиясы негізі менен кейінгі поколение тыңдайды ғой. Соларға бір сөзбен болсын, немесе бір сол музыканың арағымен болсын, бір пайда тастап кетеді. Жаңа сөзбен болсын деген әнің именно қайсысы әні? Жоқ, осы ән тастайым дейтін ше, мысалға артынан осын тыңдап түзеліп кетсін дейтін. Жоқ, бүткіл әннің ішінде бір пайда бар, алып қалатын негізі. Лақпа ән болса да, бір сөздері арзан болса да, бір беретін бір пайдасы бар. Түп жағын дұрыстап қарайтын болсаң негізі. Қандай пайдасы? Жоқ, тыңдап қарасаңыздар, бар негізі. Жоқ, күшті әндері. Қанаймен ойнай беремін, себебі Қанай осы жерде бір факт айтып кетейін. Менің алғашқы клиптерімді түсірген жігіт, енді Қанай емес, Қанайдың қасында Аман деген жігіт болды. Екеуі көмектесіп бір-біріне көмектесіп түсірді. Қанай менің Қызылордаға арналған бір әнімді түсіріп, Қызылордада 3 күн бірге жүргенбіз. Ол кезде шынымен Қанай чорт болды ғой. Жоқ, Қанай дәл осындай қуғынбай еді, қазір де қуғынбай, бірақ Құдай қаласа келін өзгертемін деп отыр, ана жақта күтіп отыр. Сондықтан осылай көңіл күй көтеріңкі болып, адамға жаңа қуаныш күлкі сыйлап жүре бер. Музыкаңда әлбетте көңіл күйді сыйлайды. Сондықтан да осы бетіңнен қайтпа бауырым. Арасында күшті әндер жаз. Мағыналы. Отан деген сияқты, Қазақстан деген сияқты. Айтып жүрсейші. Болды, айтам. Ich bin im Aflevin. Шуфин Ахлефош. Так, сосын не бар? Сен өзің жеке ән айтасың, және топта айтасың. Екеуінің қайсысы көңіліңе жақынырақ, жағымдырақ? Маған көңіліме жақынырақ Михаил 8-1 мен, потому что ол жерге барсам мен көңіл күйім көтеріледі, энергия появляется там, и күшті контенттер шығып кетеді. Орысша сөйлей бер бауыр? Да. Появляются лучшие контенты. Енді досының жалғыз жүргеннің өзіне қарағанда енді бірге көтерілік жандос қадмолдармен сол жерде өзіме комфортын сезінемін. Таза ғана сол жерде шығады Михаилдың қасына келген кезде тап-таза ғана 100% қандай сол жерде көресіздер. Үлкен рахмет Қанай. Енді Қанай мынандай эксперимент істегім келіп тұр. Бізде көріп тұрсың, команда, жылы команда бар, лайк бенд. Және осы лайк бендтің көмегімен бір импровизация істесек.
Осы лайкта әнге қатысты дүниелерді айтып сен өзің бір импровизация. Импровизация дейді, мен екінші адам ғой, брат. Сондықтан соны көрсе қалай болады? Болды. Кез келген квадратты ұстасын, аккордтарды ұстасын. Жігіттер мен қыздар. Біз екеуміз шамай келгенше Кеттік. Удыртайық. Басынан сен. Өзім ловить етіп тұрасың ғой мен. Иә, болды бауырым. Ұстап тұрмын арт жағынан. Это лайфта ән жобасы Қанай импровизация. Серік ағама келіп қалдым қонаққа. Рахмет ағам шақырғаныңа. Бұл лайықты ән тек саған лайықты ән. Лайықты ән тек саған лайықты ән. Лайықты ән тек саған. О, Қанай, красавчигі. Не деген ән мынау? Осы әннің гимі болып кетсе. Әмин, болсын. Жазып берейін ба, брат? Болды. Күшті керемет. Күшті ғой? Такой спокойный песня. Импровизацияң күшті болды, рахмет. Осы жылдың, биылғы жылдың топ 3 әні айтып кете аласың ба? Топ 3 ән мен үшін Калифорния. Өзіме ұнады, последний Форта-Рика ұнады. Сосын еңліктің Дархан жүздің әнін кавер айтқаны өзім үшін. Сосын үшінші Бабай. Ой, рахмет. Бабай, тыңдаңыздар. Скоро күшті нәрсе болады. Өзіңнің арманың не? Менің арманым көп, негізі, братжан. Үлкен арманда. Өнердегі творчествода. Творчествоға арманым ол болашақта. Болашақта мен үлкен Қазақстанның шоу бизнесіне үлесін қосып кеткен азамат болып бір нәрсе алу, алғыс хат па, бір кубок па, бір нәрсе алғым келіп тұр. Ойбай, қазір кішкене шыда, мен беремін саған ондайды. Күт кішкене. Бағда Қазақстанның шоу бизнесіне бір үлесін қосқан азамат дейтін бағда. Жасым келген кезде бізден кейінге келетін поколенияға бір болып үлгі көрсетіп кететін бір азамат болғым келеді, арманым сол. Арманыңа жет, бауырым. Енді алып келген екінші әнің қандай ән? Екінші Мыңмен. Baby, when you're fine. Сол жердің сөзін мен көрдім да енді. Интернеттен іздедіңіз точно. Мағынасын таба алмадыңыз. Ол қандай тілі? Қандай сөз? Ол қандай тілі? Қандай тілі ма? Қандай тілі? Ағылшынша емес пе? Жоқ, мағына жоқ. Оны мен оқырмандарым біледі, қандай тіл дейтін өз арамыз бар. Ол жерде мен кез келген сөз айта берсем болады оны ендеше. Ендеше сөзі әні мен. Сөзі әні өзіңдікі өңдеген Ғизат Қалесов. Ғизат Қалесов. Ендеше қабылыңыздар қымбатты достар. Қанай Мыңмен. Бұл лайкта қонақта Қанай Мыңмен. Қиналасын жүргенде оны маған тең келмейді. Сұрағанда жалғызсың, махаббат неге келмейді? Сарайсың жүрегіңме, ойнайсың жүрегіңме, шешімді қабылдай алмай қалайсың түнде мұңмен. Ойнайсың жүрегіңмен, сұрайсың жүрегіңнен, шешімді қабылдай алмай
Anası makabat nege gelmeydi Nege gelmeydi Nege gelmeydi Zırraysın yüreğine Oynaysın yüreğine Şişimde kavlay almay Kolaysın gündemine Oynaysın yüreğine Zırraysın yüreğine Şişimde kavlay almay Kolaysın gündemine Bu like'den Tındau gerek Kommentari жазып Dostlarga taratу gerek Baby when you find Taratу gerek Kırı gerek Келсе қашсын одан Мұңды беріп саған Адасасың жабысып Лабиринтте жалғызға Қанай! Қалай болды, ұнады ма? Ән? Өте күшті. Бендпен орындағанда жостко керемет екен. Бендпен ойнап бір күшті келіп барды. Рахмет. Оңынан болсын концертің. Енді концерт демекші, бұйыртса менің де жақын арада концертім. Сол концертке өзіңді де шақырам. Биыл маған 10 жылдық. 2023 жылы қазан айының 29 күні Республика сарайында баршаларыңызды күтем. Келіңіздер. Қанай да менің концертімде өнер көрсетеді. Себебі былтыр 1,5 ғана ән айтты. Биыл менімен бірге басына аяғына дейін бір әнді айтатын боламыз. Және күтіңіздер, басқаша жанрда болады, басқаша бір дүние болады. Және Қанай, сен лайықты жобаға келгеніңе мың алғыс үлкен рахмет. Жаңа айтып жатсың ғой. Сондай бір мемлекеттен бірдеңе алғым келеді, бір алғыс хат, бірдеңе сияқты деп. Біз өзіміздің лайықты ән ұжымының атынан және біздің спонсорымыз Салам Броның атынан сертификат! 30 күнге сертификат. Тегін бургер. Салам Бро. Құтты Салам бро, ты лучший. Рахмет саған. I love you, baby. Чики-чан. Енді қандай көрермендерге айтарым болса? Көрермендерге айтарым, мен тыңдарман сіздерді жақсы көреміз. Бізді қолдағандарыңыз көп рахмет. Серік аға сіз мен шақырғанға рахмет. Жалғасын таба берсін. Керемет әндермен сіздерді всегда қуантып жүреміз. I love you. Қанай, мен саған айтарым, енді лайықты әндер көп болсын. Тағы да биылдан қалдырмай көптеген хит әндерді жаза бер, және де менің бағдарламама келе бер. Бұл бағдарламаның жақсы жері керемет ән жазасың, қайдадан келесің, керемет ән жазасың, қайдадан келесің, сыйлық аласың. Жаңа Салам Бродан бургерлер ала бересің. Қымбатты көрермендер, лайктан жауасын үзбей қараңыздар, пікірлерді қалдырыңыздар, подписаться етіп қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Асайо!